бәрін беріп қойған, сол сауапты жинауымыз керек. Және мешітке келеді, жамағатпен еселенеді деген ол. 27 есе. Міне осыдан білуге болады, бауырлар. Бір басшы артында жамағат, сол имаммен бірге жығыламыз, тұрамыз, айтқан бәрін істейміз, ақырындап тараймыз. Бұл мақсат не бұл жердегі? Не мәдениет бар бұл жерде? Бұл жерде демек әр нәрсенің өз мамандар бар екенін айтты бұл жерде. Құран-кәрімнің фасабахыл зикр дегені мамандардан сұраңдар. Діннің маманы бар, медицинаның мамандары бар, заңның мамандары бар, тарихшының мамандары бар. Әр сала өз мамандары бар. Мешітке келдік бар, маман кім бұл жерде? Имам. Енді имамға итағат ету үкімі не? Не үкімі? Уәжіп болады. Уәжіп деген не? Уәжіп деген парыздан төмен, сүннеттен жоғары. Амин айтын үкімі не? Сүннет. Имамға итағат ету үкімі не? Уәжіп. Демек, уәжіп пен сүннет сәйкес екеуі қатар келген кезде қайсысы тасталады? Сүннет тасталады да уәжіпке мақсылынады. Өйткені уәжіптің деңгейі сүннеттен жоғары. Имам не деп жатыр жерде? Бауырлар, имам аминді бәріміз айтамыз, бірақ іштен айту сүннет деп жатыр. Әлемде неше мазхаб бар? 4 мазхаб. Соның ішіндегі 3 мазхабта аминді іштен айту сүннет болады. Ханафи мазхабында, Малики мазхабында, Ханбали мазхабында. Шафи мазхабы өзін екіге бөлінеді. Бір мазхабы, бір бөлігі аминді сыртынан айтамыз деген жақыран, екінші бөлігі аминді іштен айту сүннет. Шафи мазхабы өзінде. Соңғы кезде қарасақ, әлемдегі демек, мынау 4 мазхабтың ішіндегі 3,5 мазхабы аминді іштен айтып жатыр қазір. Мені қараңыздар. Бауырлар, міне дін мәселесінде мамандар бар, оқып келген ұстаздар бар, соны айтқанымен жүрсек, біз өсеміз, өнеміз, біріміз көргеледі. Тыңдамайтын болсақ ше? Тыңдамайтын болса, ортан ертең қияметте жамағат болып береді. Мен өз атымнан ғана сөйлеймін, басқа әріптестердің атынан емес. Мен 2012 жылы Алланың қалауымен Алясканы аяқтап, шариғат деген факультетті бітіріп, дипломымызды алып, елге қайттық. 2012-де. Сол 2012 жылдан бері, неше жыл болды арада? 7 жыл уақыт өтті. 7 жылдан бері намазға жамағаттың әр қолымыз болса бәрі. Біз қашан басқа христиандармен, буддистермен, олармен пікір қылып, диспут жасаймыз олармен, қашан оларға түсіндіреміз оларға. Қашан намазға келе алмай жатқан атеистермен сөйлесеміз, білмеймін қашан. Әлі 7 жылдан бері, мен өзім атын айтайын. 7 жылдан бері бір сапта тұрған намаз қандардан қолымыз босамайды, субханалла. 7 жылдан бері былай істейік, сапталайық, әмин іштен айтайық, үйтпеңіздер, сөйтпеңіздер. Осылай жүре береміз бе? Сол үшін бауырлар, болды. Әр нәрсенің өзінің шегі бар. Біз оянайық. Жамағат ояныңыздар. Сауатты жүрейік. Имамды үйретіп, оны істеу керек.